бөлшек рационал өрнектерді түрлендіру барысында ортақ бөлімге келтірмес бұрын ол бөлшек қысқара ма қысқармай ма соны зерттеп алған тиімді, себебі ол біздің жұмысымызды біршама жеңілдетеді. Мысалы, мына алдыларыңыздағы тұрған мысалда біз бірден ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 1 минус а куб көбейткішке жіктелер еді. Содан кейін барып бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектермен ортақ бөлімге келтірілер еді. Енді біз көбейткішке жіктегеннен кейін мынандай жазуды байқайық. 1 минус а куб минус б кубтың формуласымен ашылады. А бөлшектің алымының өзін жазып қоямыз. Ал екінші өрнектен аны жақшаның сыртына шығарып жіберсек, плюс аны жақшаның сыртына шығарсақ 1 минус а болады екен. Ал 1 минус аның кубы. Мынандай өрнек шықты. Енді бірінші бөлшектің алымында тұрған өрнек пен бөлімінде тұрған өрнекті қысқартып жіберуге болады. Екеуін қысқартсақ, алымында 1 қалады, а бөлімінде 1 минус а қалады. Плюс. Енді мына жерде 1 минус аның 1 дәрежесі, 1 минус аның 3 дәрежесі. Ендеше 3 дәрежеде мына жердегі 1 дәрежені аламыз, мынау дәреженің біреуімен қысқарып кетеді. Сонда а бөлінген 1 минус аның квадраты қалады. Міне, енді ортақ бөлімге келтіру тиімді болады. Бірінші бөлшектің бөлімінде 1 минус а, екінші бөлшектің бөлімінде 1 минус а квадрат тұр. Біз ортақ бөлім ретінде үлкен дәрежесі бар өрнекті аламыз. Ендеше бірінші өрнектің толықтауышы 1 минус а болады, ал екіншінікі 1-дің өзі болады. 1-ді кез келген өрнекке көбейтсек, сол өрнектің өзі плюс а. Бұдан минус а плюс а қарама-қарсы сандар болғандықтан қысқарып кетеді, жойылып кетеді. Сосын 1 минус аның квадраты қалады. Кейбір бөлшек рационал өрнектерді түрлендіру барысында біз бағандағы амалдардың орындалу тәртібін басқаша орындасақ болады. Мысалы, мына жерде бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті азайту амалын орындау барысында біз ортақ бөлімге келтірер едік. Енді бұл жағдайда ортақ бөлімге келтірмей, көбейтудің үлестірімдік заңын пайдаланып, жақшаның сыртындағы өрнекті жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке көбейтіп алған тиімді болады. Яғни, сол айтқанымызды орындайық. Сонда менде бірінші жақшаның қазірше өзін қалдырам. 1 бөлінген а минус б квадраты минус 1 бөлінген а плюс б квадраты. Ал енді мына жерде а квадрат минус б квадрат өрнегін көріп тұрмыз. Ол екі өрнектің айырымы мен олардың қосындысының квадраты. Яғни мынаны біз өзіміз ауызша а минус б көбейту а плюс б деп жазсақ, көбейтіндінің квадраттағанда көбейткіштердің әрқайсысын квадраттаймыз. Яғни мына жерде бізде мынандай жазу тұрғанын білеміз. а минус б а плюс б. Көбейту. Ендеше көбейтіндіні квадраттағанда әрқайсы жеке-жеке квадратталады. Сонда бізде а минус б-ның квадраты және а плюс б-ның квадраты тұрды. Енді көбейтудің үлестірімдік заңын пайдаланып, жақшаның сыртындағы тұрған өрнекті жақшаның ішінде тұрған әрбір өрнекке жеке-жеке көбейтеміз. Сонда мына өрнекті бірінші бөлшекке көбейтсек, мынандай шығар еді. а минус б-ның квадраты а плюс б-ның квадраты. Ал бөлшектің бөлімінде а минус б квадрат тұр. Минус. Енді жаңағы өрнекті көбейтудің үлестірімдік заңы бойынша екінші бөлшекке көбейтеміз. Олай болса, а минус б-ның квадраты а плюс б-ның квадраты. Ал бөлшектің бөлімінде а плюс б-ның квадраты тұр. Енді бұл жазудан бөлшектің алымында және бөлімінде тұрған бірдей көбейткіштерді қысқартып жіберейік. Сонда бірінші бөлшектен а плюс б квадрат тұрады. Ол бізге мынаны береді. а квадрат плюс 2аб плюс б квадратты береді. Минус. Ал енді а минус б-ның квадраты бізге а квадрат минус 2аб плюс б квадратты береді. Минустың әсерімен бұны біз бұлай жазамыз. а квадрат минус плюс болады. Минус б квадрат болады. Енді бұл жазуларға қарасақ, а квадрат пен минус а квадрат жойылады, б квадрат пен минус б квадрат жойылады. Сонда 2аб-ны 2аб-ға қоссақ 4аб болады деп жазуға болады.
Мынандай бір күрделі бөлшекті ықшамдауға мысал келтірейік. Бұл жерде бөлшектің алымында бөлшектердің айырымы, бөлшектің бөлімінде 3 өрнек, яғни 2 бөлшектің қосындысы мен -2 саны тұр. Енді бұл өрнекті ықшамдау үшін біз әдетте не істейміз? Бөлшектің алымында тұрған өрнекті ортақ бөлімге келтіріп, бөлімінде тұрған өрнекті ортақ бөлімге келтіріп, алымындағы өрнекті бөліміндегі тұрған өрнекке бөлу арқылы жүргізуге болады. Енді оны кішкене басқаша орындасақ та болады. Бөлшектің бөліміне көңіл аударсақ, YX бөлімінде де YX тұр. Олай болса, бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектен көбейтудің үлестірімділік қасиеті арқылы құтылуға болады. Яғни бұл жерде бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, алымында бөлімінде Y көбейту X өрнегіне көбейтіп жібереміз. Сонда ол біздің жұмысымызды біршама жеңілдетеді. Мысалы, мынандай Y-тен X минус X-тен Y өрнегін X, Y-ке көбейтеміз. Себебі бөлімнің бөлшектінде тұрған өрнектер қандай болса, тура соған көбейттік. Y-тен X, X-тен Y минус 2-ні X, Y-ке көбейтеміз. Біз бұл жұмысты бөлшектің негізгі қасиетін қолданып орындаймыз. Енді үлестірімділік заң бойынша жақшаны ашатын болсақ, бірінші X, Y-ті бірінші бөлшекке көбейтсек, Y пен Y қысқарар еді, бізде X квадрат қалар еді. Сонда X квадрат минус екінші бөлшекке көбейткенде X пен X қысқарар еді, Y квадрат қалар еді. Дәл осылай X, Y-ті Y-тен X-ке көбейтсем, X квадрат плюс Y квадрат минус 2-ні X, Y-ке көбейтсем, 2X, Y болады. Енді бұл жазулардан біз екі өрнектің квадраттарының айырымын көріп тұрмыз. Ендеше бұны біз X минус Y, X плюс Y түрінде жазамыз. Ал мына жерде екі өрнектің қосындысының квадраты мен олардың екі еселенген көбейтіндісінің айырымы тұр. Оны біз X минус Y-тің квадраты деп жаза аламыз. Бөлшектің алымында тұрған X минус Y, бөлімінде тұрған X минус Y-тің дәрежесімен қысқарып кетеді. Сонда өрнектің мәні X плюс Y бөлінген X минус Y болады.